Сіз өз дене температурасын өзгерте алады, немесе өз денесін тез қалпына келтіретін жануар, немесе жәндік десек, көз алдыңызға кесіртке, немесе хамелеон келетін анық. Алайда сіз бұғылардың ерекше жаратылысын білесіз бе? Бұғылар көптеген жануарларға қарағанда өте төзімді болып келеді. Солтүстік Каролинада бір аңшы аққұйрықты бұғыны атып алды. Кәдімгі нәрсе, бірақ аңшы олжаны бөлшектеу кезінде бұғының қабырғасынан жебе шықты. Бұл оқ бұғының 5 қатар қабырғасын тесіп өткен еді. Бұл жебе қабырғаны тесіп өткенімен бұғының қабырғасына бітіп кеткен еді, және бұғының өмір сүруіне кедергі болмаған. Бұл жағдай қорқынышты болып көрінеді. Сарапшылар жараланған сүйек қалпына келу екітала екендігін дәлелдеген. Алайда бұл дәлелдің бұғыларға қатысы жоқ. Себебі бұғылардың жарақаттары бір ай ішінде немесе одан да ерте өз қалпына келеді. Бұндай құбылыс басқа жануарларда кездеспейді. Егер сенбесеңіз, мына видеоға қараңыз. Бұғы өзінің алған жарақаты қаншалықты үлкен болғанына қарамастан емін-еркін өмір сүруде. Және бұл солтүстік бұғылары әр жыл сайын мүйіз тастайды және қайтадан жаңа мүйіз өсіп шығады. Олардың мүйіздері күніне 2 сантиметрге дейін өседі. Айтпақшы, сіз бұл туралы естіп пе едіңіз? Бұғылар тодасы аңшылардан қауіптенген кезде шеңбер жасап айналады. Бұл жануардың физикадан да хабар бар екендігін білдіреді. Бұғылар шеңбер жасап айналған кезде аңшылардың бұғыларды атып алуы қиындай түседі. Ақ аюлар. Бұл ақ аюларда бұғыларға ұқсайтын қабілет жоқ, алайда олардың өздеріне сай қабілеттері де бар. Ақ аюлар өте ауыр болуына қарамастан ең жұқа мұздың үстінен де жүре алады. Және ең төмен температура ақ аюларға кедергі бола алмайды. Аюлар мұздың жұқа екендігін байқаған кезде бірнеше сынақ қадамдарын жасайды. Содан кейін салмағын азайту үшін аяқтарының арасын созады және қажет болған кезде мұз үстіне жатады. Содан соң алдыңғы 2 аяғымен жылжи бастайды. Бұл бір қарағанда күлкілі болып көрінеді, бірақ әрекеттер шынымен жұмыс істейді. Ал мына қоңыр аюларға жұқа мұздар төтеп бере алмаған болар еді. Себебі қоңыр аюлар қысқы ұйқыға дайындық барысында мүмкіндігінше көп майлы азық жеуге тырысады. Аюлар күніне 30 лосос балығын ұстап жей алады. Бірақ аюлар балықты түгелді жеп қоймайды. Олар іріктеп, тері, миы және икрасын жейді. Себебі балықтың ең майлы жері осылар. Ең аз шығынмен максималды калория аюларға көп энергия береді. Қысқы ұйқыға дайындық кезінде бір аю күніне шамамен 30.000 калория тұтынады. Ал кейбір жағдайларда бұл көрсеткіш 60.000-ға дейін жетуі мүмкін. Катман қорығы Аляскада өте семіз аюды бейнеге алған. Бір қарағанда аюдың толықтығынан бегемот деп те ойлауыңыз мүмкін. Аралар егерде үлкен топпен ұшқанын көрсеңіз, демек олар бұрынғы қоныстарын тастап, басқа жерге қоныс аударуда. Аралар тодасында 1000-ға жуық жұмысшылар және бірнеше бағытқа жауап беретін аралар және бір патшайым болады. Аралар қоныс аудару кезінде бірнеше жерге тұрақтайды. Олар ағаштың үсті, немесе үйдің шатыры, немесе тіпті мүйіз сұмсықтың қабырғасы болуы да мүмкін. Шынымен айтып тұрмын. Егер аралар саваннада өздеріне уақытша тұрақ таппаса, олар оңай мүйіз сұмсықтың үстіне тұрақтай алады. Бұл мүйіз сұмсыққа ешқандай кедергі тудырмайды. Атақты Google компаниясы түйелерді жұмысқа алуда. Әрине, қызықты естіледі. 2014 жылы шөл даланы дерлік айтқанда Лива оазисті картаға түсіру үшін Google компаниясы Рафия атты түйені жалдады. Бұл 100 шақырым шөл даланы бейнеге алуға машина жарамсыз. Ал түйе бұл істі оңай жасай алады. Бұл түйе тарихтағы ең алғашқы Google камерасы орнатылған жануар болды. Жүк көлігін басқарған Хомяк Чарли. Хомяк жүк тасушы. Оның видеосы швед жарнама агенттігі жасаған Форсман және Volvo үшін пайда болды. Дәл сол кезде компания ауыр жүк көлігінде жеңіл басқару мүмкіндігін жасап шыққан еді. Жүк көлігін басқару үшін 175 граммдық Хомяк жеткілікті болды. Және бұл Хомяктың алғаш рет жүк көлігін жүргізуі болды. Чарли бұл істі тәжірибелі жүк көлігін жүргізушімен бірге жасады. Ол педалдарды басқарды. Адамдар бұл туралы көптеп бәсекелескен. Біреулер бұл шынымен десе, ал біреулері бұл жай маркетингтік жол деп ойлайды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Достар, видеосымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Боян KZ арнасы.